Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жаратылыстану 4-ші сынып, пайдалы қазбаны өндірудің зияны бар ма? Бүгінгі сабақта сен пайдалы қазбаларды өндіруден қандай зиян келетінін түсінесің. Тірек сөздер: террарикон, сырғыма, опырылу. Балалар, жер бетіндегі сызаттар, жарықшақтар қандай себептерден пайда болуы мүмкін? Пайдалы қазбаларды жерден қазып алу жердің барлық қабығына әсер етеді. Жер бедері бұзылады, таулар мен жазықтар өзгереді. Шахта мен карьердің қазылу әсерінен сырғыма, опырылу сияқты құбылыстар орын алады. Осылай литосфера өзгеріске ұшырайды. Пайдалы қазбаларды қазып алғанда тек пайдалы заттар ғана емес, қолданылмайтын бос тау жыныстары да сыртқа шығарылады. Олар тау сияқты үйіліп жатады. Осы тауларды террарикон деп атайды. Террарикон үйілген жерлер кейде бірнеше шақырымға созылады. Оның құрамында адам денсаулығына зиян келтіретін қоспалар болады. Жаңбыр жауғанда зиянды заттар сумен шайылып, су қоймаға құйылады. Осылайша гидросфера қабығына әсер етеді. Су мен топырақ арқылы бұл зиянды заттар тірі ағзаларға таралып, биосфераға әсер етеді. Пайдалы қазбалар өндіргенде шаң тозан ауаға көтеріледі. Бұл атмосфераның ластануына әкеліп соғады. Фотосуреттерге назар аударайық балалар. Пайдалы қазбаны өндіру қандай жағдайға әкеліп соғуы мүмкін? Осы салдардың қайсысын алдын алуға болады деп ойлайсыздар балалар? Бірінші суретте топырақтың опырылуы, екінші суретте карьер, үшінші суретте құбырдың жарылуы, төртінші суретте террарикон. Балалар, осылардың қайсысын алдын алуға болады деп ойлайсыздар? Иә балалар, бұл жерде құбырдың жарылуын алдын алуға болады. Егер тозған болса, құрылғылар оның жанасына ауыстырып, зиян келтірмеуге тырысуымыз керек табиғатқа. Және де топырақтың опырылуы да алдын алуымызға болады. Білесіздер ме балалар, қазылып алынған кеннің тек 10% ғана қолданылады. Қалған 90% жарамсыз қалдық болып саналады. Назарларыңызға рахмет оқушылар. Менің сабағым аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.